Электр тізбегі бұл электр тогы жүретін жол. Ол бірнеше бөліктен тұрады. Мұғалім оқушыларға осы бөліктерді түсіндіреді. Оқушылар жаңа білімді қызығушылықпен тыңдайды. Бұл тақырып күнделікті өмірде өте маңызды. Электр тізбегінде негізгі бөліктер болады. Олар батарея, сым және шам. Әр бөлік өз қызметін атқарады. Бұл бөліктер бірге жұмыс істейді. Оларсыз тізбек құрылмайды. Батарея электр энергиясының көзі. Ол энергияны сақтап тұрады. Батареядан ток пайда болады. Бұл ток тізбек арқылы жүреді. Энергия қозғалысқа келеді. Сым электр тогын өткізеді. Ол батарея мен шамды байланыстырады. Сымның ішінде ток қозғалады. Ток көзге көрінбейді. Бірақ оның әсерін көруге болады. Шам электр энергиясын жарыққа айналдырады. Ток келгенде шам жанады. Жарық пайда болады. Бұл энергияның өзгеруі. Шам тізбектің маңызды бөлігі. Барлық бөліктер қосылса, тізбек жұмыс істейді. Мұндай тізбек тұйық тізбек деп аталады. Ток еркін қозғалады. Шам жарық береді. Бұл дұрыс құрылған тізбек. Кейде тізбек толық болмайды. Бір жері ажырап тұрады. Бұл ашық тізбек деп аталады. Ток жүрмейді. Шам жанбайды. Қосқыш тізбекті басқарады. Ол токты қосады немесе тоқтатады. Қосқышты басқанда тізбек тұйықталады. Ток жүре бастайды. Бұл өте ыңғайлы құрал. Оқушылар өздері тізбек құрастыра алады. Олар батареяны, сымды және шамды жалғайды. Бұл тәжірибе жасауға көмектеседі. Балалар өз қолымен үйренеді. Тәжірибе білімді бекітеді. Электр тогының бағыты болады. Ол батареядан басталады. Сым арқылы шамға жетеді. Содан кейін қайта оралады. Бұл үздіксіз қозғалыс. Тізбектің әр бөлігі өз атауына ие. Батарея энергия көзі. Сым өткізгіш. Шам жарық көзі. Бұл атауларды білу маңызды. Ток жүргенде шам жанады. Бұл электр энергиясының әсері. Жарық күшейе түседі. Энергия жұмыс істеп жатыр. Бұл құбылыс бізге таныс. Батареяның ішінде энергия сақталады. Ол арнайы заттардан тұрады. Бұл заттар энергия өндіреді. Энергия токқа айналады. Бұл ғылыми процесс. Сымның ішінде ток қозғалады. Ол өте ұсақ бөлшектерден тұрады. Бұл бөлшектер үнемі қозғалады. Сол қозғалыс токты құрайды. Бұл көзге көрінбейді. Тұйық және ашық тізбектер әр түрлі болады. Тұйық тізбек жұмыс істейді. Ал ашық тізбек жұмыс істемейді. Айырмашылығы өте маңызды. Оны түсіну керек. Үйдегі шамда электр тізбегі арқылы жұмыс істейді. Қосқыш арқылы оны басқарамыз. Қосқанда жарық жанады. Өшіргенде жарық сөнеді. Бұл күнделікті мысал. Көптеген ойыншықтарда электр тізбегі бар. Олар батареямен жұмыс істейді. Ток қозғалыс береді. Ойыншық іске қосылады. Бұл технологияның қолданылуы. Электрмен жұмыс істегенде абай болу керек. Қауіпсіздік ережелерін сақтау маңызды. Жалаңаш сымға қол тигізуге болмайды. Бұл қауіпті болуы мүмкін. Әрқашан сақ болу керек. Сабақта тәжірибе жасау қызықты. Оқушылар тізбек құрастырады. Олар өз білімін тексереді. Мұғалім бағыт береді. Оқу процесі белсенді өтеді. Электр тізбегі маңызды ұғым. Ол көптеген құрылғыларда қолданылады. Біз оны күнде пайдаланамыз. Тізбекті дұрыс түсіну керек. Бұл білім болашақта қажет. Осымен балалар сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпа.